Сәлеметсіздер ме, құрметті дәріске қатысушылар? Сіздердің назарларыңызға барлық мамандықтарға арналған физика бір курсы. Оның ішінде біз 6-шы модульді қарастырып жатырмыз. Термодинамика бөлімі бойынша 6-шы модульдің 5-ші дәрісіне келіп жеттік. Дәрісті оқушы физика кафедрасының аға оқытушысы Алдабергеннің Ерболатқызы. Дәрістің жоспары бойынша біз термодинамиканың 2-ші бастамасына дейінгі тақырыптарды қарастырдық. Алдыңғы дәрісте термодинамиканың 2-ші бастамасын қарастырып бастаған болатынбыз. Термодинамиканың 2-ші бастамасын айтып өтсек, термодинамиканың 2-ші бастамасы денелер арасындағы жылу беру үрдісінің бағытына шектеу қоятын физикалық принцип. Термодинамиканың 2-ші бастамасы жылудың аз қыздырылған денеден көп қыздырылған денеге өздігінен өту мүмкін еместігі. Термодинамиканың 2-ші бастамасы термодинамика шеңберінде дәлелденбейтін постулат болып табылады. Ол тәжірибелі фактілерді жинақтау негізінде жасалды және көптеген эксперименталдық растаулар алған болатын. Келтірілген жылу дегеніміз не? Келтірілген жылу бұл жылудың изотермиялық үдерістегі температурасына қатынасы. Ол кезде жылуды беру Q тең Q бөлінген T-ға тең болады. Энтропия S дегеніміз ол алынған немесе берілген жылудың осы процесс кезіндегі температураға қатынасы болады. ds тең дельта Q бөлінген дельта T. Клазиус теңдігі энтропияның өзгеруінің қайтымды процестер үшін 0-ге тең болуы. Дельта S қайтымды тең 0 интеграл Q қайтымды бөлінген T. Ол 0-ге тең немесе TdS тең dQ. Клаузиустың теңсіздігін айтатын болсақ, ол кез келген қайтымсыз процесс кезінде тұйық жүйеде энтропия артатыны. Дельта S қайтымсыз тең 0, интеграл Q қайтымсыз бөлінген Q T-ға тең 0-ге немесе TdS тең дельта Q-ға. Кез келген процесте тұйық жүйенің энтропиясы еркін процесс үшін кемуі мүмкін емес. Ұлғаяды немесе өзгеріссіз қалады. Дельта S үлкен немесе тең дельта Q бөлінген T болған кезде мұндағы тең белгісі қайтымды процесс үшін, үлкен белгісі қайтымсыз процесс үшін болады екен. Термодинамиканың 2-ші бастауының математикалық өрнегі ds үлкен немесе тең 0-ге. Термодинамиканың 1-ші және 2-ші бастамасы біріктірілген түрі. TdS үлкен немесе тең du плюс da. Изопроцестердің энтропиясының өзгеруі айтатын болсақ, изохоралық процесс үшін дельта S тең m бөлінген μ CV логарифм T2 бөлінген T1, өйткені V1 тең V2-ге. Изобаралық процесс дельта S тең m бөлінген μ CP тең m бөлінген μ CP логарифм T2 бөлінген T1, өйткені P1 тең P2 T квадрат бөлінген T1. Изотермиялық процесте дельта S m бөлінген μ R L логарифм V2 бөлінген V1, өйткені T1 тең T2-ге. Адиабаталық процесте дельта S тең 0, өйткені дельта Q тең 0 болады.
энтропиялық процесс, изоэнтропиялық процесс, өйткені S тең константа, яғни S тең тұрақты болады. Жылу мөлшері Т1 температурасынан Т2 температурасына дейін денені қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері Q тең Cm Т2 бөлінген Т1 болады екен. Фазалық ауысулар заттың бір агрегаттық күйден екіншісіне ауысу процестері 12-ші суреттен көре аламыз. Яғни балқу, булану, қатты су, газ тәрізді, қатаю, конденсация, сублимация, кристалдану. Фазалық ауысулар жұтылу, яғни балқу, бу, түзілу немесе энергияның сыртта бөлінуімен, кристалдану, конденсация арқылы жүзеге асады. Егер кристалды затқа жылулық оқшауланған жүйеде жылу мөлшері берілсе және температурасынан өлшесеңіз, көрсетілген Q тәуелділік графигін алады екенбіз. Тәуелділік графигін 13-ші суретте көре аламыз. Заттың агрегаттық күйінің ауытқу процесіндегі энтропияның өзгеру заңдары балқу және кристалдану кезінде энтропияның өзгеруі дельта S тең плюс-минус лямбда М бөлінген Т балқу. Булану және конденсация заңы дельта Q тең плюс-минус RdM. Булану және конденсация кезіндегі энтропияның өзгеруі дельта S тең плюс-минус RdM бөлінген ТК. Жүйенің ішкі энергиясы U тең F плюс TS болады. Мұндағы F тең еркін энергия, TS байланыс энергиясы болады. Оқшауланған жүйедегі энергетиканың жоғалту P тең T минус дельта S. Мұндағы T минимум қоршаған ортаның температурасы болады екен. Термодинамиканың екінші бастауының эквивалентті тұжырымдарын келесі сабақта жалғастырып қарастыратын боламыз. Және қазір қысқаша айтып өтетін болсақ, жылытқыштан алынған барлық жылуды оған балама жұмысқа айналдыру жалғыз нәтижесі болып табылатын процесс мүмкін емес. Кельвин тұжырымдамасы осылай дейді. Екінші текті мәңгілік қозғалтқыш мүмкін емес. Томсон Планк тұжырымдамасы. Суық денеден ыстық денеге жылу түрінде энергия беру жалғыз нәтижесі болып табылатын процесс мүмкін емес. Клаузиус тұжырымы. Тұйық жүйенің энтропиясы кемуі мүмкін емес. Дельта S үлкен немесе тең 0-ге болады. Яғни біз осы тарауда термодинамиканың бірінші бастамасынан бастап қарастырып өттік. Қазір екінші бастамасын қарастыруды бастадық. Келесі дәрісте осы екінші бастамасының эквивалентті тұжырымдарын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Дәріске қатысқандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше.